Армағайын, бармысыз? Бүгін менің блогымның кезекті түсірілімі. Менің есімім Арай Болатқызы. Бүгін біз жас автор Әлихан Жақсылықтың Нотр-Дамда құлшылық ету керек пе деген кітабына шолу жасаймыз. Бұл кітапты менің оқу себебім қызық болды. Мынау біздің гаджеттарымыз қазір өте ақылды ғой, тіпті адамдардан ақылды екені ол шүбә жоқ. Алгоритм күндіз түні біздің не айтып не қойғанымызды жазып, сезіп, біліп отырады. Енді мен кітап туралы қарағаннан кейін, авторларды қарастырғаннан кейін, менің Facebook парақшама үнемі кітапқа байланысты, оқуға байланысты белгілі бір мағлұматтарды лақтырып тұрады, өздігінен келіп тұрады, яғни мен алгоритмға байланысты. Сондай бір кезеңдерде Әлихан Жақсылықтың жазушының парақшасы шықты, ондағы бір постқа көзім түсті. Ол постта бұл кітабының негізі алдын ала келісілген баспагер оны сатудан сатудан бас тартатынын жазған екен. Ол кітап ал баспасы сатылымға қойдан бас тартады. Әлихан оған қатысты үлкен бір пост жазған екен. Ол жерде кітап ал баспасының қызметкерінің де жазбаларын скриншоттап қойған екен. Белгілі бір себептерге байланысты сіз тыйым салып жатырсыз, мені кітабымның мазмұнына қатысты деген өз ойын, пікірін білдірген екен. Бірақ дегенмен ол кітапты жарыққа шығарды, мінекей сатылымға қойды, Каспийдің алғалы. Сосын мен қызықтым. Негізі бұндай конфликтный шым-шытырық не болды екен, ол баспаның бұл кітапты сатуға шығаруда не себепті бас тартты екен, соншалықты бұл кітапта анау айтқанда не бар екен деген менде орысша айтқанда любопытство, бір қызығушылық ішімді түртті. Сөйтіп мен бірден заказ беріп сатып алдым бұл кітапты. Бірақ мен айтар едім, ішінде анау айтқан бір Құдай тағалаға қарсы, жаратушыға қарсы белгілі бір пікірлер немесе тіл тигізушілік деген сияқты ондай бір үлкен бір цензураға ұшырайтындай мен ешқандай мағлұматты көрдім. Жас автордың шығармасы. Егер шығарманың желісіне келетін болсақ, бұл шығарма жас жігіттің басынан өткен оқиға деп алып қарастырсақ болады. Психологиялық жанры, психологиялық роман. Жас жігіт университетте оқып жүріп бір профессормен тілге келіп, саяси көзқарастары бойынша жазықсыздан жазықсыз оқудан шығарылып кетеді. Сөйтіп жүрген кезде оның бір досы тыйым салынған кітапты оқиды да, оның кінәсін бірақ мына дос жігітіне ақтара салады. Әрине бұл жігіт одан хабары бар, бірақ айта береді, мен бәрі оқудан шыққан адаммын, маған егер менің көмегім керек болса, онда тыйым салған кітапты мен оқыды деп айта сал дейді. Сөйтіп бұның ізіне полиция түседі. Одан қала берді жаңағы психолог мамандар, үкіметте отыратын психолог мамандар соңына түседі. Жалпы енді сөйтіп жүріп, жігіт ақыры полицияға жем болады. Ол жерде бір андай бар ғой, қойдың терсін киген қасқыр деген, сол жердегі бір полиция негізі сондай бір әрекетке барады, яғни бұл момақан болып дос сияқты осы жас жігітті, басты кейіпкерді өзіне тартады, сыр тартуға тырысады. Сөйтіп жүріп бұл жігітті қолына түсіреді. Аяғында бұл жігіт бір аралдағы жындыханадан бірақ шығады. Жындыханадан бірақ шығады, бірақ бұл еркін ойлайтын жігіт, ойын пікірін ашық жеткізетін жігіт, үкіметке болсын, мұны қала басшылығына, яғни бұл енді бұл ойдан шығарылған бір қалада өмір сүріп жатыр ғой бұл жігіт. Бірақ сол жердегі қоғамдағы ірітіп жатқан басты түйткілді мәселелерді, басшылық тарапынан шешілмей жатқан, қолынан келсе де шешілмей жатқан түйінді мәселелерді бұл ашық жеткізеді. Ашық жеткізеді, ойын айтады, осылай деп көздерін шұқып отырып жеткізеді, бірақ оның айтқанның бәрі олар үкімет тарапы, жаңағы қала басшылығының тарапы оны жындының сандырағы деп қабылдайды. Әрине мәжбүр бірнеше ем қабылдау, яғни мәжбүрлі түрде ем қабылдатады. Әрине шынымен де есі ауыспаса да, бірақ сондай ауыр кезеңнен өтеді. Бірақ ең соңында жігіт сол жындыхана мекемесіндегі өзге рас науқас бар, өтірік науқас бар адамдардың көмегімен қашып шығып, аралдан
құтылып ең соңында бір жетістікке жеткендей болады. Яғни сол аралдан, ол қаланың ішінен құтылып, аман есен сытылып шығады. Яғни былай қарасаңыз, happy end. Енді шығарманың негізі посыл дейді ғой, бір общий месседжі болады ғой, иә, менің балаларым келіп жатыр мына жерде. Месседжі болады ғой. Оның ішінде, яғни бұл жерде бәлкім автордың да өзі шаршаған болар. Кейде бізде мысалы өмірімізде қатып қалған қағидалар болады. Қатып қалған қағидалар болады, белгілі бір стереотиптар болады. Сол шеңберден көбіне көп біз шыға алмай жатамыз, рутинадан шыға алмай жатамыз. Яғни жат десе жатып, тұр десе тұратын белгілі бір құлдық санамыз да бар болуы мүмкін. Қоғамда, яғни көпшілік ол былай қарасаң енді қой сияқты ғой, топас қой сияқты айдаған жаққа жүріп кете беретін. Сондай болмаңдар деген сияқты. Яғни мен басып алдым. Мен фото қосып алдым. Мінекей, сондықтан менің балаларым да өздерінің пікірін білдіріп жатыр бұл кітапқа байланысты. Кітап бір жерде және жазушының бір стилистикасы жайында айтайын деп едім. Әлихан өте күрделі сөйлемдермен жазады екен. Ең басында бір сөйлемі, бір параграф, бір абзац болады екен. Параграф емес, кешіріңіздер, бір абзац болады екен. Ол жерде от болып жатыр. Енді Нотр-Дам кезінде өртеніп кетті, мұқабасы орташа қаттылықта оқуға болады. Енді мен айтар едім, бір анау айтқан бір керемет. Бұл кітапқа мен бәлкім 10-нан 8, 10-нан 7 деген баға беретін шығармын. Себебі бұл кез келген адамның қызығып оқитын кітабы деп айта алмаймын. Бұл жерде пәлсапалық, жаңағы белсенді ойлау керек. Мен ондай адам емеспін, мен қызықты оқиғалар түсетін адаммын. Сонымен менің ұлдарым келіп, мына жердің астан-кестеңін шығарып кетті. Егерде құрметті кітап сүйер қауым, кітап құмар қауым деп айтайын, менің кітап талдауларым сіздерге ұнап жатса, кітап шолуларым ұнап жатса, лайк басып каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау саламатта болыңыздар.